Қымбатты досым, сізге бұл арна өте пайдалы болатынына сенімдімін. Сондықтан лайк басып, подписаться кнопкасы арқылы арнаға жазылып қойыңыз. Қоңырауды басып қойыңыз. Сапалы қазақ контентін қолдаңыз. Ал біз әңгімемізді бастаймыз. Ұлы Абайдың өмірбаянын зерттеп, толықтырып жазу жұмысы жетер өрісіне жетіп болмағаны белгілі. Осы жылы ерекше көңіл бөліп, кейінгі зерттеушілердің есіне салып өтетін бір жайт ақынның үйіне жүргізілген тінту. 1903 жылдың қысында Көкшетаудағы Науан Хазірет ұстаған мешіт жанындағы интернат мұғалімі Шаймерден Қосшығұлұлы, Баянауылдағы Сәдуақас Мұсаұлы Шормановқа, Семейдегі Абайға, басқа да беделді ел ағаларына хат жазып, бүкіл қазақтық мұсылман съезін өткізу жайын ақылдасады. Съезге дайындық ретінде қаражат жиналып жатқанын да хабарлайды. Ол ұстазымен бірігіп, Ресейдің шоқындыру саясатына ашық қарсы тұрады. 1903 жылы Абай Құнанбайұлы сынды қазақтың білікті сыйлы азаматтарына патшалық режимнің оспадар әрекеті туралы, осыған байланысты бас қосу жөнінде 2 мәрте хат жазады. Сақталған архив құжаттарына қарағанда, Шаймерденнің алғашқы хатына Абай жауап бермеген. Абай Құнанбайұлының атына Көкшетау жақтан тағы бір хаттың кеткенін тыңшылар арқылы білген патша жандармдары жедел қимылдап аңдиды. Ертіс бұзылып, жол ашылғанын күтеді. Ақыры хаттың Арқат поштасына келгенін анықтайды. Пошта бастығынан хатты беруді талап етеді. Тіпті әскери губернатордың бұйрығын көлденең тартады. Бірақ пошта қызметі өз заңына бағынып, хатты тек адресатқа ғана қол қойдырып беретінін айтады. Уез бастығы Навросский 1903 жылғы сәуір айында Ибрагим Құнанбайұлының өзін Арқат поштасына жетектеп алып баруға мәжбүр болады. Поштаға бірге кіріп, хатты алғаны жөнінде қол қойдырып, рәсімдеп, Абайдың қолынан тартып алады. Яғни Ибрагим Құнанбайұлы бұл хатта не жазылғанын білмейді. Уез бастығы Навросскийдің Шаймерден Қосшығұлұлынан келген алғашқы хат туралы сұрағанда, Абай: «Мен жөндеп оқығанда жоқпын, не деп жазылғаны есімде жоқ» деп жауап берген. Ал хаттың өзі қайда деген сұраққа «Білмеймін. Ізғытты шылым орауға алдау деймін» деп сүйрете жауап береді. Жандармерия 1903 жылғы 2 сәуірде Көкшетаудағы мешітті Науан Хазірет пен Шаймерден Қосшығұлұлын тінтіді. Тінту нәтижесінде күдіктерін растайтын дәлел тауып, 3 сәуірде Қосшығұлұлын тұтқындады. Аймақтағы ол хат жолдаған белгілі тұлғалардың аты жөндері, мекен жайлары анықталды. Бәрінің де, соның ішінде Жидебайдағы ұлы Абайды да тінтіді. Оның қасындағы адамдардың қойны қонышына дейін тіміскілей тексеріп жүріп, Шаймерден жазған хатты тапты. Қылмысты хатқа байланысты олардың не ойлағандарын, не істемек болғандарын анықтауға тырысты. Назарларына алған зиялылардың үйлеріндегі түрлі қолжазбаларын, кітапханаларын тәркіледі. Ақынның бойынан табылмаған сол бір хатты әйелі Еркежан ақыры өз қалтасынан шығарып, Оязға берген екен. Алайда естелікте хаттың нақты мазмұны немесе одан туындаған зардаптар жайында ешқандай әңгіме болмайды. Бұл мұрағат деректерінде жазылған хаттамалар негізі. Ал Абайдың өмірбаянын жазған Кәкітайдың баласы Әрхамның естелігінде осы оқиғаны былайша жеткізеді. 1903 жылы жазғы тұрым Кәкітай өзінің бір жұмысымен Семейге кеткен еді. Жер қарайып кеткен соң, қорадан аулақ киіз үй тігіп, соған үй үшін шығарып жатқан мезгіл түс кезінде Семейден Кәкітайға еріп кеткен атшы Көтібақ Бегдалы деген ауылға шауып келді. Жұрт үрпейісіп, неге шаптың дегенде Бегдалы: «Ойбай, Семейден тергеуші шықты. Абайдың ауылын, үйін тінткел келеді. Содан хабар айт деп Кәкітай жіберді.
деп ентігіп аттан түсті. Қашан келеді? Қай жерде келеді деп сұрағанда, орыстар жолдағы ауылға ат жегіп жатқанда мен шауып өтіп кеттім. Ендігі Қашқынбай ауылына келген шығар, деген соң ауыл кісілері қатты састы. Біздің ауылдан 2 шақырымдай жерде Мағауияның ауылы бар еді. Қойшының аты мен бір кісіні сонда хабар бер деп жібереді. Ол тез барып қайтып келді. Мағауия үйінде екен. Жидебайдағы Абай ауылына қос атпен Майқанды жібереді. Біздің ауылды да тінтер деп Мағауия дайындалып жатыр деді. Сонан 1 сағаттай шамасында 3-тен ат жеккен 2 арба орыс біздің ауылдың жанындағы жолмен шапқылатып өтіп Жидебайға қарай кетті. Мағауияның ауылына бұрылған жоқ. Сол күні түнде Жидебайдағы Абай ауылынан хабар келді. Абай киіз үй тіккізіп қорадан шыққан екен. Барған тергеуші: «Сіздің үйді тінтуге келдік, рұқсат етіңіз» депті. Абай: «Рұқсат, тінте бер» деген соң олар барлық абдыра сандықты ашқызып қарапты. Төсек арасын, жүк арасын қарамаған жері жоқ, бірақ еш нәрсе таба алмапты. Әбден шаршап, бастық төренің өзі Абайдың жанына келіп отырғанда, орындыға кеп қойып, Абай: «Тінтіп болдыңыз ба?» дегенде төре: «Қарап болдым, еш нәрсе таппадым» депті. Сонда Абай: «Сіздің іздеп келгеніңіз мына хат болар» деп, кемзалының төс қалтасынан бір қағазды алып береді. Төре қарап: «Осы еді» деп күліпті. Сонымен Абаймен көп сөйлесіп, тамақ ішіп қонақ болып қалады. Артынан естуімізше, тергеушінің аты Куприянов деген екен. Абайға бір адамның патша өкіметін жамандап жазған хаты келді деп шағым еткен соң, келгені осы. Сол хатын алып, Абайдан жөнін сұрап, ұғынып қайтты. Арты тыныш болды. Абай өмірбаяны Мұхтар Әуезов тарапынан 4 рет түбегейлі жазылып, әр нұсқа өз кезегінде тың деректермен толықтырылып, көмескі мағлұматтардың барынша арылып отырған. Мәнді мағлұматтарды мол қамтыған ақынның 1940 жылы латын әрпімен жарық көрген 2 томдық шығармаларының 2-ші тобында Абай жайында Мадияр, Қатпа, Әлхам және тағы да басқалардың айтқан әңгімелері деген Мұхтар Әуезовтің жазбасы басылады. Осы жазбада патшалық билікке қарсы басқа жақтағылармен жазбаша байланысы бар саяси сенімсіз адам деген күдікпен 1902 жылы ақынның үйі тінтіліп, Абай атына жазылған бөгде бір адамның хаты іздестірілгені туралы қысқаша мағлұмат береді. Мұрағаттық деректерге сүйенсек, ақын үйіне тінту шындығында 1903 жылы көктемде жүргізілген. Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы архив қызметкері Ғабит Зұлхаровтың мақаласында 1903 жылы 8 сәуірде Ақмола облысы әскери губернаторының Семей облыстық губернаторына берген Қосшығұловтан пошта қолхаты табылды. Ол 1902 жылы 6 маусымда Батывскийдегі Садуақас Шормановқа, Зайсандағы Кеншиновке, 1903 жылы 7 наурызда Семейдегі Құнанбаевқа хат жолдапты. Тінту жүргізу керек. Романов, Ақмола облысының әскери генерал-губернаторы, генерал-майор деген жеделхаты жарияланды. Мұрағат деректерінде Көкшетау мешіті жанындағы интернат мұғалімі Шаймерден Қосшығұлұлын тінту барысында қалтасынан Семей губерниясында тұратын Абай атына жолданған хаттың түбіртегі табылғанын айтылады. Қатты түрліккен билік өкілдері хатта үкіметке қарсы әлде бір оғаш сөз бар ма екен деген күдікпен жанталаса әрекетке көшеді. Артынша Көкшетау мешітінің бас молдасы Наурызбай Таласов пен оның көмекшісі Қосшығұлұлы абақтыға жабылып, үстерінен қылмыстық іс қозғалады. Таласов пен Қосшығұлұлы және басқа би молдалар патшалық Ресейдің отаршыл озбыр саясатына қарсы дербес діни ұйым құрып, оны мүфтиге бағындыруға тырысқан.
Осы қимыл әрекеттің ықпалын, пәрменділігін арттыру үшін Абай Құнанбайұлы сияқты жалпақ қазақ жұртына құрметті адамға да иек артқысы келген. Патша әкімдері Петербордан бері Абай ауылына дейін тыңшылық жүйесін құрып, 1903 жылы сәуірде Семей уезі басшысымен келген жасауыл ақын ауылына келіп, Абайдың өзінен, балаларынан жауап алады. Мұрағат деректерінде Көкшетаудан Абай атына 2 хат келгені туралы айтылады. Біріншісі, сәуірде уез бастығы тінту жүргізіп тауып алған хат. Көкшетауда тұтқындаған Қосшығұл ұлынан табылған түбіртек бойынша 7 наурызда жіберілген. Екінші хат Абайдың қолына әлі тимеген. Архат пошта телеграф кеңсесінен шығарылмай жатқан. Бұл екінші хатты кейін 1 айдан соң 29 мамырда Абайға Семей оязының өзі ілесі келіп табыс еткен. Ақын оны сол жерде оқып шыққан соң, хатты қорабымен ояздың қолына ұстатқан. Зұлқаровтың дерегі бойынша мұрағат құжаттарының ішінде осы 2 хаттың түпнұсқалары сақталмаған.